Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі ерекше болып шығатын сметана пирогының жасалу жолын көрсетемін. Осы рецептпен бөлісемін. Бізде осылай жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте нәзік әрі дәмді пирог жасаймыз. Бір жасағаннан шығады. Ал сіздерге кесіп көрсетейін. Осылай жұмсақ болып шығады. Алдымен електен өткізілген ұнымызды ыдысымызға саламыз. Шай қасықпен қамыр қопсытқышын қосамыз. Және ванилин қосамыз. Сары майымызды қосамыз. Және қолымызбен үгітіп крошка жасаймыз. Осылай толықтай араласқанша қолымызбен үгітеміз. Қантымызды қосамыз. Және бір дана жұмыртқа қосамыз. Екі ас қасық қаймақ қосамыз. Немесе айран қосуға болады. Араластырамыз. Және қолымызбен жұмсақ қамырымызды илейміз. Осылай барлығын біркелкі болғанша илейміз. Жұмсақ қамырымыз дайын болды. Ал енді ұнымызды сеуіп, жайып аламыз. Жайып алған соң, осылай арнайы дайындап қойған формамызға жайғастырамыз. Менде жылжымалы форма, диаметрі 26 сантиметр. Шет-шеттерін тегістеп, біркелкі етіп төсеп шығамыз. Осылай шет-шеттерін шығарамыз. Тегістеп алдық біркелкі етіп. Шанышқымен тесіп аламыз. $400 грамм қаймағымызға қантымызды қосамыз. Қаймақты 20%-тен жоғарысын қолданамыз. Менде 20% қаймақ және 3 дана жұмыртқа қосамыз. Венчикпен біркелкі болғанша араластырамыз. Біркелкі болғанша араластырамыз. Пешімізді алдын ала қыздырамыз 180 градусқа. Дайындап алған формамызға начинкамызды құямыз. Және пешімізге жібереміз. Ыстық кезінде осы формасында суытамыз. Бөлме температурасында суыған соң мұздатқышқа 2-3 сағатқа қоямыз. Бізде осылай дәмді пирогымыз дайын болды. Жасап көріңіздер.
Баршаңызға ас болсын.